Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 20 ғасырдың алғашқы жартысындағы тіл білімі. Яғни оның ішінде структуралық лингвистиканың шығуы мен мәні. Структуралық лингвистика 20 ғасырдың алғашқы жартысында туған, тілдің ішкі жүйесін зерттеуді мақсат еткен жаңа бағыт. Ол өзінен бұрынғы салыстырмалы тарихи тіл біліміне және жас грамматикалық мектепке қарсы бағытта пайда болды. Бұрынғы зерттеулер тілдің шығу тегі мен туыстығына ғана назар аударып, тілдің ішкі құрылысына, элементтердің байланысын ашып көрсете алмады. Сондықтан структурализм тілді жүйе ретінде, өзара байланыстағы бөліктердің тұтастығы ретінде зерттеуді ұсынды. 20 ғасырдағы ғылымның дамуы физика, биология, математика, психология сияқты салаларда жүйелік әдістің пайда болуы тіл білімінің де дамуына ықпал етті. Ендігі бұлардың зерттеу мақсаты тек факті жинау емес, сол фактілердің ішкі құрылымын, заңдылығын табу болды. Бұл бағыттың философиялық негізін Гумбольдт, Бодуэн де Куртене, де Сассюр сынды ғалымдар қалады. Олардың еңбектерінде тіл тек таңбалар жиынтығы емес, өзіндік жүйе ретінде қарастырылды. Сөйтіп структуралық лингвистика тілдің функциясын, құрылымын, қызметін зерттеуде бағытталды. Келесі ол бізде структуралық лингвистиканың негізгі қағидалары. Структурализмнің барлық мектебінде біріктіретін ортақ белгілері бар, 5 белгісі бар. Біріншісі, атап айтсақ, тіл бір тұтас құрылым, жүйе, әр элемент өзара байланыста өмір сүреді. Екіншісі, элементтер жеке емес, жүйе ішінде ғана мағына алады. Үшіншісі, синхронды зерттеу, яғни қазіргі қалпында зерттеу басты орын алады, өйткені тілдің қазіргі құрылымын түсіну маңызды. Төртіншісі, тіл таңбалар жүйесі. Бесіншісі, зерттеу әдісі, интеграциялық, яғни элементтердің өзара қызметін бірлікте қарау. Структуралық бағыттың негізгі 3 мектебі бар екен. Біріншісі ол бізде Прага мектебі, екіншісі бізде Копенгаген мектебі, үшіншісі бізде америкалық дескриптивтік мектеп. Осындай 3 бағытта мектебі бар. Барлығының басты мақсаты тілдің ішкі құрылымын сипаттау, жүйелік қатынастарды анықтау, фонема, морфема, синтаксис құрылымдарын қызметін жүйелі түрде талдау болды. Структурализм осылайша тіл ғылымын жаңа деңгейге көтеріп, нақты лингвистикалық әдістердің дамуына жол ашты. Келесі бізде Прага мектебі. Прага мектебі 1926 жылы Прагада құрылған, оның негізін қалаған чех ғалымы Вильгельм Матизиус. Бұл мектеп структурализмнің ең белсенді және ықпалды тармағы болды. Прага ғалымдары тілді тек құрылым ретінде емес, қызмет атқаратын жүйе деп қарастырған болатын. Яғни тіл элементі фонема, морфема, сөз, сөйлем бәрі де белгілі бір қызмет атқару арқылы ғана мәнге ие. Және олар тілдің 3 негізгі қызметін атаған болатын. Оның біріншісі коммуникативтік, ойды жеткізу, екіншісі эмоционалдық, сезімді білдіру, үшіншісі валютивтік, бұйрық, тілек білдіру. Прага мектебінің ең ірі жетістігі фонология ғылымын дамыту болған. Турбецкийдің фонологияның негіздері еңбегі фонеманың мәнін жүйелі түсіндірді. Оның пікірінше фонема мағынаны ажырататын ең кіші тілдік бірлік. Мысалы, бас, тас, жас сөздеріндегі дыбыс айырмашылығы мағынаны өзгертеді. Прага мектебі осындай оппозиция, қарама-қарсылық принципін енгізді. Келесі Прага мектебінің ерекшеліктері мен маңызы. Прага мектебі басқа мектептерден бірнеше тұрғыда ерекшеленеді. Біріншіден, олар синхрония мен диахронияны бір-бірінен бөле қарамай, өзара байланысты зерттеу керек деп есептейді. Екіншіден, тілді қозғалыстағы үнемі дамып отыратын жүйе деп санады. Үшіншіден, тіл тек құрылым емес, мәдениет, әдебиет, сонымен қатар қоғаммен байланысты өмір сүреді деген болатын. Жалпы прагалықтар сөйлеу тілінің әдеби тіл нормасын және де стиль мәселесін де зерттейді. Олар тілдің элементтерін функциясына қарай жіктеп, әрбір элементтің сөйлеу жүйесіндегі орнын анықтады. Бұл бағыт кейінгі қазіргі функционалдық грамматиканың синтаксис пен фонологияның дамуына үлкен әсер етті. Қорытындылай келе айтатын болсақ, Прага мектебі структурализмнің ең өміршең және ғылыми тұрғыдан терең бағыты болып есептеледі. Келесі мектеп бұл Копенгаген мектебі. Копенгаген мектебінің негізін қалаған дат ғалымы бұл Луи Эльмслев болатын. Олар жаңа өз бағыттарын глоссематика деп атады. Алғашында осыған дейінгі аталып өткен Прага мектебінің идеяларын қолданғанмен, кейін олар өз алдына жеке идеяларды ұсына бастады. Глоссематиканың басты идеясы жалпы тілді таза формалық жүйе ретінде қарастыру, қатынастың схемасы ретінде қарастыру болып табылады. Яғни бұл тілдің дыбыстық мағыналық жағын ғана емес, оның структуралық қатынастарын зерттеу керек деген пікірлерді айтты.
Олардың негізгі қағидаларына тоқталатын болсақ, ең біріншісі бұл тіл мазмұн мен форма арасындағы қарым-қатынас деп айтты. Екіншісі фонетика мен семантика тіл білімінен бөлінуі керек деген пікірді алға тартты. Үшіншісі ол тілдің әлеуметтік психологиялық жақтарын елемеу. Яғни әлеуметтік психологиялық жақтарына көп көңіл бөлмейді бұл мектеп. Зерттеу тәсілі ретінде дедуктивті әдісті алға тартты. Яғни жалпыдан жекеге қолдану деген сияқты тың идеяларды осы Копенгаген мектебі зерделеген екен. Америкалық дескриптивтік мектеп. Америкада 20 ғасырдың 20 және 40 жылдары аралығында қалыптасқан бұл мектептің өкілдері Эдуард Сеппер мен Леонард Блумфилд. Бастапқыда үндіс халықтарының тілін зерттеу үшін пайда болғанымен, кейін жалпы тіл теориясына айналды. Дескриптивистердің мақсаты тілді дәл сипаттау, яғни нақты тілдік фактілерді тіркеу. Олар тілдік құрылымды сыртқы белгілері арқылы зерттеді, мағына мен ойлауды елемеді. Блумфилд психологиядағы бихевиоризмге сүйеніп, тілді стимул мен реакцияның жиынтығы деп түсіндірді. Мысалы, адам бір нәрсені көріп, әсер алады. Бұл стимул, сөйлеу арқылы жауап қайтарады, ал бұл реакция. Сеппер тілді мәдениетпен байланыстыра зерттеді. Ол тіл адамның ойлауын қалыптастырады деп санады. Кейін бұл көзқарас Сеппер-Орф гипотезасы деген атпен белгілі болды. Дескриптивистердің фонема, морфема, синтаксистік құрылымдарды нақты деректер арқылы сипаттады. Олар эмпирикалық әдіске, синхрондық зерттеуге, формальдық талдауға сүйенеді. Бұл мектеп структурализмнің ақш-тағы ең ықпалды тармағына айналды.